Сүлеймен пайғамбардың күзетшісі. Сүлеймен пайғамбардың қазынасы өте мол болыпты. 7 қат жердің астын, 7 қабат таудың қойнауын толтырыпты. Пайғамбар сол қазынаны әупілдекке күзеттіріп қояды. Әупілдектің тұрпаты жұдырықтай болғанымен, дауысы жер жаһанға жетеді екен. Оның үнінен сескеніп қазынаға ешқандай ұры жоламапты. Кейін Сүлеймен өмірден өткесін басқалар әупілдекті ұмытып кетіпті. Сосын ол дүниеден бас кешіп, оңаша көлге барып жасырынады. Содан бері ол құс ешкімнің көзіне түспейді екен.